Бізде социологтар бар, олар ай сайын әр аудандарда зерттеу жасайды, именно дін ахуалы бойынша Шымкент қалада. Бізде қазір Сайрам елді мекені бар. Бізде өзбек этномәдениет бірлестіктер жастардың арасында көп. Біз проповедник дейміз, солардың ұлт насихат, именно радикальный дейтініміз, сол жағынан біз қауіп бар. Проповедниктер, олар бәрі шетелде, олар көбісі Өзбекстан азаматтар, Сотик Самарханди дейміз, Абдуллох Зухари дейміз. Олар YouTube каналда, сосын ВКонтакте дейміз, сосын Одноклассники дейміз, сояқтан аккаунттарда олар өздерін именно радикальный контент көбісі бар. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетпен бірлесіп жұмыс жасадық. Біраз адамдармен сөйлестік, білмей дейді, андай именно сон Абдулла Зухари дейтін, сондай адамдарға сұхалдық дейді. Біз олармен түсіндірме жұмыстар жүргіздік. Ол тыңдауы болмайды. Ол тем более қазір Өзбекстанда олар роста жүрген адамдар, қылмыс жасаған адамдар. Дін экстремизм бойынша қазір өзіміз YouTube каналда өзбек тілінде аштық. Именно біз өзіміз ғылым имамдар жетіп жатыр. И олар қазір сояқта андай именно өзіміз Ханафи мазхаб бойынша түсіндірме жұмыс жүргізіп жатыр.